Балар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз қазақ киносының атасы. Сабақтың мақсаты ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйене отырып, үлкен шығарманы талдау және сол шығарма бойынша біз диалог құруды және сол тақырыптың мазмұнын ашуға тырысамыз. Ендігі осы тақырыпқа көшпес бұрын бірінші сендермен бірге сұрақ-жауап әдісін өтіп кеткім келіп тұр. Мына сұрақтарға қарасаңдар, киноны кім түсіреді? Кім жауап береді? Киноны кім түсіреді? Камалы? Режиссер түсіреді. Режиссер түсіреді. Дұрыс айтасың. Барлығымыз келісеміз бе? Жақсы. Екінші сұрақ. Қазақ киностудиясы туралы не білесіңдер дейді. Қазақ киностудиясы туралы не білесіңдер? Қандай киноларды көріп тамашалап жүрсіңдер? Және ол қазақ киностудиясы қай жерде орналасқан? Осы мағлұматты білесіңдер ме? Қазақ киностудиясы ол бұрындан келе жатқан студия болып келеді. Ол киностудияда көптеген қазақи тарихи кинолар түсірілген. Қыз жібек, Менің атым Қожа, соған басқалар кинолар бар. Өте көп тарихи киноларды түсірген болады. Жақсы. Енді келесі сұрақ. Қыз жібек фильмін көрдіңдер ме? Иә. Жасмина айта ғой. Қыз жібек фильмін Қожа Ахмет Қожықов түсірген. Ол фильм Сұлтан Ахмет Қожықов түсірген. Сұлтан Ахмет Қожықов түсірген. Жақсы. Ол фильм 1969-1970 жылдары түсірілген. Жақсы. Қазақ фильм киностудиясына түсірілген фильм. Ол фильмді біз лира эпикалық поэмаға жатқызамыз. Жақсы. Кімнің сценарийінде жазылған екен ол? Ғабит Мүсіреповтің сценарий бойынша түсірілген екен. Жақсы. Балдар, бұл Қыз жібекті толық тұра кетейік. Қыз жібек фильмі. Қыз жібек фильмі 1972 жылы осы қазақ фильм киностудиясында жаңағы бірінші премьерасы өткен. Солдан бері қарап отырсаңдар, көп жылдардан бері бұл киноды біз тамашалап жатырмыз. Енді келесі сұрақ. Режиссер болсаң қандай фильм түсірер едің дейді. Өздеріңді режиссердің орнында қойып көріңдерші, және қандай фильм түсірер едіңдер? Қазіргі заман талабына қарай. Қолыңыз көтеріп айтайық. Комедия ретінде. Комедия фильмін түсірер едің? Жақсы. Онда өзің ойнар ма едің сол кинода? Жоқ, мен режиссер ретінде? Жақсы. Ал Юсуф? Мен егер режиссер болсам, заманауи қазіргі талапқа сай кинолар түсірер едім. Режиссер болып та өзім басты рөлда ойнар едім. Қандай кино десеңіз, ол қазіргі жастар өтетін кинолар, тек қана жастарға емес, тағы да ол сол қазіргі кездегі басты мәселені қозғайтын фильмдер, сондай фильмдер түсірер. Жақсы, Юсуф, ойың жақсы. Келесі, қай фильмдер ең үздік отандық фильмдер деп ойлайсыңдар? Қазір сендер көп теледидарда кинолар тамашалап жатсыңдар ғой. Кім? Отандық фильмдердің ең үздігі қайсы деп ойлайсыңдар? Теледидарда біз ол киноларды көп көреміз. Қазақ фильмдерде. Менің атым Қожа. Жақсы. Алдар Көсе фильмін көрген екен балдар. Тағы да. Сол Қыз жібекте жатады ғой. Қыз жібек киносы. Ал қазіргі уақытта түсіріп жатқан кинолар кесіріне түсінбеш, қандай кино? Жастар тамашалап көретін кинолар. Патруль деген кино қазақ фильмі. Қазақ фильмі, жақсы. Патрульді қазақша қалай аударамыз? Күзетші. Жақсы. Тағы да. Қандай фильмдер тамашалайсыздар? Саке. Бизнес показать. Қазақша бизнес киносын, фильмін тамашалаған екенсіздер. Жақсы. Ал енді осындай сұрақ жауап арқылы сендердің нақты кино жайында түсініктеріңді мен білдім. Сендердің кино көретіндеріңді аңғардым. Енді сабағымызға көшейік. Онда балдар, қазақ киносының атасы дейді. Неге осы тақырыпты бізге беріп отыр? Бұндағы басты айтылатыны ол
қазақ киносының атасы деп Шәкен Аймановты айтады екен. Шәкен Айманов 1914 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. Бұл кісі бірінші өзінің жаңағы жұмысын театрда бастаған, және одан кейін барып біраз жылдардан кейін киноға түсе бастаған, актер ретінде өзін көрсеткен. Содан режиссерлік мамандыққа ауысқан, және енді бұл кісі жайында айтатын болсақ, бұл үлкен өзінің тарихта орнын қалдырған өте танымал актер, ең білімді, қабілетті режиссер деп айтсақ болады. Ал енді осы кісі туралы біз қазір сендерге мен мәтін берсем, оқулықтарында 64-ші бетте 3-ші тапсырма бар. Қараңдаршы. Балдар, бұл мәтінді орындар алдым, сендерге қазір мен айта кетейін. Біз қазір жұптық жұмыс жасаймыз, жұптарымен отырсыңдар. Осы жұптық жұмыста мәтінді бірінші оқып аламыз. Оқып бол мына қатарға жұппенен мәтін бойынша жоспар құруды тапсырамыз, жоспар құрамыз. Ал екінші қатардың жұбы осы мәтінге тән белгілерді анықтайсыңдар. Дерек сөздер, белгі, сол мәтінді ашатын жаңағы анықтап, белгілерді анықтап бересіздер. Үшінші қатардың жұптары осы мәтін бойынша диалог құрастырады. Диалог құрастырып, жұптармен сол жұмыстарды дайындаңдар. Кәні, тапсырманы сендерге 5 минут уақыт беремін, және оның жұмысты талдаймыз. Бұл мәтіннің жұмысы балдар бағаланады. 3 балдық жүйеге бағаланады. Бірінші, жұмысты өз уақытында орындау, одан кейін бар тапсырманы жүйелі нақты орындаулары. Үшінші, әрине тапсырманы орындап жатқан кезде қателікке бой бермеуіміз қажет. Жақсы, тапсырманы бастаймыз. Дайын болсаңдар, кәні жұптық жұмыс еді, қай жұп дайын? Біз бірінші қатарда, бірінші кәні сендерге берілген тапсырма не еді? Жоспар құру. Мәтін бойынша жоспар құру еді. Кәні оқи ғой өзінің жоспарыңды. Кіріспе. Шәкен Айманов қазақтың әйгілі актері, тұңғыш кинорежиссер. Жақсы, бұл кіріспеге. Негізгі бөлім тұрда? Негізгі Шәкен Кенжетайұлы актерлік өнерімен қатар режиссерлік шығармашылық. Жақсы. Негізгі бөлімде 2 тақырып берілген ба, бір тақырып бар? 2 тақырып. Екінші тақырыбында оқи ғой? Шәкен кейіпкері жан дүниешілер ашаған актер. Жақсы. Енді қорытынды, жоспарда әрине қорытынды болады, соңғы. Қорытындысына қалай жасадық? Қан, Юсуф, қорытындыда. Шәкен Айманов дарынды суреткер, шебер актер, ойшыл, режиссер. Жақсы. Міне, біз бүгінгі өтіп жатқан тақырыбымызға берілген мәтіннің жоспарын құрдық. Ал енді осы мәтінде біз екінші қатардың жұптарына осы мәтіннің белгілі сөздерін анықтауды ұсынған еді. Қан, бірінші жұп бастай ғой. Шәкен Айманов қазақтың әйгілі актері, тұңғыш кинорежиссер. Жақсы. 1932 жылы Шәкен Аймановты Алматыдағы қазақ драма театрына шақырады. 1947-1951 жылдар аралығында қазіргі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының бас режиссері болды. Жақсы. Екінші жұп, сендерде де осындай ма жұмыс, әлде сендер басқаша жазып орындадыңдар ма? Кәні, келесі жұп. Сіздерде де қосылатын бар ма нақты белгілері мәтінге қатысты? Бірдей ма? Жақсы. Осындай ма? Онда үшінші қатар, кәні үшінші қатардың жұптарына біз диалог берген болатынбыз. Бірінші жұп жауап берем деп тұр. Тыңдаймыз онда. Шәкен Айманов. Шәкен Айманов қазақтың әйгілі актері және тұңғыш режиссері. Қай жылы Шәкен Айманов драма театрына шақырылды? 1938 жылы Шәкен Айманов драма театрына шақырылды. Шәкен Аймановтың түсірген қандай киноларын білесің? Біздің сүйікті дәрігер, Тақиялы періште, Алдар көсе және тағы басқалар. Жақсы, өте жақсы.
отыра қойыңдар. Ал енді балдар, мынау жұмыс бойынша бағалап келетін болсақ, 3 балдық жүйені барлықтарына бергім келіп отыр. Өйткені мәтінді толық аша білдіңдер, жоспар құрылды, жоспар нақты, және осы мәтіндегі анықтайтын белгілерді де жақсы көрсете білдіңдер. Және осы мәтін бойынша диалогта екі жұптың арасында сұрақ-жауап диалогы да жақсы құрылған. Керемет. Мәтін бойынша біз Шәкен Айманов жайында толық мағлұмат алдық деп білемін. Өйткені қай жылы, қай жерде, қандай қызметте жұмыс істегенін, қандай керемет кинолар дүниеге әкелгенін біліп таныдық. Ендігі сендерге мен осы кинолардан қысқаша үзінді көрсеткім келіп отыр. Мына суретте балдар Шәкен Аймановтың Алдар Көсе рөліндегі суреті. Міне Шәкен Айманов бұл жерде рөлі Алдар Көсенің бейнесінде. Келесі сурет Шәкен Аймановтың жаңағы Жамбыл Жабаевтың рөлінде ойнаған, сомдаған жаңағы рөлдегі суретіміз. Келесі көптен Қазақстан халықтарының сүйіп көрген киноларының бірі, ол менің сүйікті докторым дейді, дәрігерім. Ол негізі бұл кино біле білсеңдер орыс тілінде шығарылған. Өйткені кеңес дәуірінде орыс тілі көбірек қолға алынған кездігім. Бұл кейіннен барып қазақ тіліне аударылған. Балалар, сендерге ұсынылғандай мына фильм Шәкен Аймановтың рөлімен сомдалған. Бұл қай фильм деп ойлайсыңдар? Алдар Көсе фильмі, жақсы. Кәсібіңіз ауыр екен. Қолымнан келгенін істеймін. Әріптес аштан өлім ғой. Иә. Есіміңіз кім? Жұрт мені Иса Бақсы деп атайды. Ал өзің кім боласың? Алдар Көсемін. Бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Оны Попс формуласы әдісі бойынша қорытындылауымыз қажет болады. Онда бүгінгі алған білімдеріңді мәтіннің мазмұнынан түсінгендерің бойынша өз пікірлеріңді айтуды. Менің ойымша Шәкен Айманов қазақ фильмінің нағыз атасы.